Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Менімен бірге ағылшын оқып, тілдеріңізді байытып, қызықты оқиғаларға кенеле беріңіздер демекпін. Бүгін ереже жинақтың шығарылымын ары қарай жалғастырамыз. Және бүгінгі өтетін тақырып зат есімнің тек категориясы, яғни gender. Сонымен бастаймыз. Ағылшын тілінде қазақ тілі секілді үш тек категориясы бар. Ол әйел тегі, feminine gender, ер тегі, masculine gender және орта тек. Оны neuter gender деп атайды. Feminine gender мысалы girl, mother, ал ер тегі ол father, boy, ал neuter gender оған заттар жатады және жануарлар жатады. Сонымен бірінші, егер жануарлардың жынысын анықтағымыз келетін болса, онда he, she'ді қолданамыз. Екінші, кейбір зат есімдер ер және әйел тегінде кездесе береді. Мысалы, pupil, оқушы, friend, дос, teacher, мұғалім, cousin, жиен, wolf, қасқыр, she wolf, ұрғашы қасқыр деген секілді. Үшінші, s жалғауы әйел тегіне жалғанады, poetess. Екінші, etті жалғауы шуретті, билетерші. Ине жалғауы heroine. Міне бұлар әйел тегіне жатады. Төртінші, егер ел аттары саяси мәселелерде қаралса, онда әйел тегі болады. Бесінші, ship, earth, moon, boat, yacht, car, hope, justice, modesty, қарапайымдылық, peace, бұлардың барлығы әйел тегінде. Ал sun, wind, fear, love, бұлар ер тегінде. Және алтыншы, зат есімге мынандай сөздер қосу арқылы оның тегін анықтауға болады. He, she, hen, cock, male, female, dog, bitch, boy, girl. Мысалы, writer десек, woman writer, she writer, she wolf, he wolf, turkey cock, turkey hen деген секілді. Сонымен, бүгінгі өткен ереже бұл зат есімнің тек категориясына арналды. Жалпы әйел тегі, ер тегінің қай кезде қолданылатыны жайлы айттық. Келесі сабақтарда осы зат есімді ары қарай жалғастыратын боламыз. Видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраудың батырмасын басып қойсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сонымен келесі видеода жүздескенше демекпін.